Сәлем достар, бүгін біз сіздермен айраннан жасалатын жұп-жұмсақ және өте дәмді болып шығатын пирог жасайтын боламыз. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Пирогымызға қажетті заттар: 120 мл өсімдік майы, 200 грамм қант, 3 жұмыртқа, 350 грамм ұн және бөлме температурасындағы 350 мл айран, ванилин, 1 шай қасық разрыхлитель және ортасына мен мак қостым. Сіздер қоспай жасасаңыздар да болады. Алдымен 3 жұмыртқамызды салып, қантпен жақсылап аппақ масса болғанға дейін араластырып аламыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Енді айранымызды құямыз. Тағы бір рет араластырып аламыз. Қамыр қопсытқышпен ұнымызды елекке салып, електен өткіземіз. Ванилинді саламыз. Ортасында түйіршіктер қалып кетпейтіндей етіп, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз біркелкі болу керек. Макты саламыз ішіне және өсімдік майын құйып, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Менде ұны сәл көбірек болып кетіпті. Сіздер ұнды 320 грамм салыңыздар. Немесе 4 жұмыртқа пайдаланыңыздар, 3 жұмыртқа емес. Қамырымыз сәл қою бопты. Негізі бұдан сәл сұйықтау болғаны жақсы. Сонда жұп-жұмсақ болып шығады. Енді листімізге салып, өздеріңіз қалаған листте пісірсеңіздер болады. Осылай әдемі болып пісіп шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.